Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім? Бүгін сіздерге қарапайым пирогтың рецептісімен бөлісемін. Қарапайым болғанымен өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіз. Ең алдымен илеуіштен өткен ұнға разрыхлитель, не болмаса ас содасын, одан кейін қант қосып, құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Кейін жұмыртқа, дүкеннің 20% қаймағын, сары май салып, бір келкі қамыр илейміз. Қамырымыз ең алдында бірікпейтіндей болып көрінеді, оған қорықпаңыз, жайлап қолмен жинақтай берсеңіз бір қалыпты болады. Құрметті көрермендер, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып қойыңыз, апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жинақталды. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қоя тұрамыз. Келесі салмасына көшеміз. Кез келген үйде бар вареньеге жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен салмамызды дайындап алдық. Енді тоңазытқышта демалған қамырды алып екіге бөлеміз. Бір жағы дайын болатын пирогтың астына жайылғандықтан көбірек бөлген дұрыс. Енді үлкендеу жағын алып, дастарханымызға ұн сеуе отыра жаямыз. Форманың дөңгелек 4 болғаны маңызды емес, кез келген форманы пайдалануға болады. Мен 30-25 формасын қолдандым. Міне осындай қатты жұқады, қалыңдай емес, қамыр жаямыз. Формаға пергамент төсеп, үстіне қоямыз. Пергамент әрине маңызды емес, қамырдың шет жақтарын формаға байланысты реттейміз. Келесі кезекте үстіне жаятын қамырды жайып аламыз. Жайғаннан кейін осындай арнайы кескішпен немесе пышақпен осындай сызықтар кесіп аламыз. Одан соң салмасын құйып, бір келкітіп жайғастырып аламыз. Үстіне жаңа кесілген сызықтарды қалауынша қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пешіңізге байланысты пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты суытып, бөліктерге бөліп, шайымызбен рахаттанып жейміз. Асыңыз дәмді болсын. Келесі рецепттерде жүздескенше сау болыңыз.